бұрындары қызын ұзатқан кезде сол әулетке тастай батып судай сің деп батасын беріп үйден үлкендері шығарып салатын тұғын. Қазір бұл психология ішіме сыйған бала сыртыма да сияды деген ойысты. Сіздіңше қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс? Отбасылық психолог Ержан деген мырза бар, сол кісінің бір интервьюді тыңдаған едім. Тастай батып судай сіңу үшін, тастай бату үшін жер құнарлы болу керек, судай бату үшін, судай батып суға сіңу үшін суда жаңағыдай тұнық мөлдір болу деп. Яғни баратын жерге байланысты. Тастай батып судай сің деген қағиданы бұрын 100% көзсіз қосылатынмын, қазір қосылмаймын. Өйткені өзім сотта отырған кезде, жоғары сотта істедім, әр түрлі отбасылық дау жанжалдың арты қылмысқа ұшыраған, жаңағыдай әйелін өртеп жүрген, өлтіріп жүрген, қысымға ұшыратқан даулы істерді, қылмыстық істерді көрген кезде тастай батып судай сің деген мақалдың ескергенін байқап жатырмын.